Мұғалім мамандық болса, ұстаздық адам бойындағы ұлы қасиет. Өмірдегі көп мамандықтың ішіндегі жан-жақтылықты, білімділікті, икемділікті, шеберлікті ерекше қажет ететін және сонымен қатар мейірімділікті қажет ететін мамандық ол мұғалім болса, ал ұстаздық ол үнемі балалармен қарым-қатынаста болып, олардың білсем, үйренсем деген бала армандарын жүзеге асыратын маман иесі болып табылады. Ұстаз атана білу ол өз кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам деп білемін. Сол жағдайда ғана ол шәкіртінің жүрегінде мәңгі ұстаз болып қалады. Ұстаз болуды қалаған себебім кезінде өзіме сабақ берген ұстаздардың ықпалы деп ойлаймын. Оның ішінде әсіресе математика пәні мұғалімі ерекше әсер етті деуіме болады. Мұғалім болуды жастайымнан қаладым десем де болады. Ұстаздық жолды таңдау әрине оңай емес, бірақ адамның жүрегі қалаған іспен айналысу өз арманыңды жүзеге асырумен тең. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады. Демекші, мен де өз шәкірттерімнің жүрегінде жақсы ұстаз болып қалыптасам деп ойлаймын. Бүгінгі заманның мұғалімге қояр талабының жүгі ауыр. Сондықтан да шәкірттеріме үлгі боларлықтай бар жақсылық атауының биігінен көрінуге, өз бойымдағы сезімді оқушы бойына тарта білуге және сабырлылық, төзімділік, табандылық, өз-өзіне сенімділік деген қасиеттер өте қажет. Алтынсарин оқулары қазіргі білім беру жүйесінің заманауи контексті жағдайында Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беруі ғылыми-практикалық конференцияда мақаласы жинаққа шықты. Республикалық үздік педагог конкурсының жеңімпазы, үздік авторлық бағдарлама конкурсында облыстық екінші дәрежелі диплом, осы жетістіктердің нәтижесінде білім беру ісінің құрметті қызметкері төсбелгісімен марапатталды. Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың деңгейлік бағдарламасы аясында бірінші деңгей бағдарламасы бойынша сертификатталған кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық шығармашылық әлеуеті мол тұлға, өз әріптестерінің де жүрегінен жол таба білген ұстаз, шебер ұйымдастырушы. Педагогикалық қоғамдастықтағы мұғалім көшбасшылығы бағдарламасы бойынша жұмыс атқарады. Бақытгүл Жетпісбайқызы адамдардың өмірге көзқарасын, сенімін қалыптастыратын, олардың өмірден өз жолын дұрыс таба білуге көмектесетін, айналасына білім, тәрбие нұрын шашып, адамгершілік нұрын төгетін, жеке адамдардың өмірінің дұрыс бағытта дамып, көркеюіне із қалдыратын, тәжірибесі мол ұстаз болып табылады. Армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Сондықтан менің әр күнім арманға толы. Және жай ғана арман емес, мақсаты қойылған арман деуге болады. Ол жас буынды біліммен ғана емес, сапалы біліммен сусындай отырып тәрбиелеу.